Құдайдың қауымы бақытты деп санаймын. Өйткені біз әр апта сайын осында жиналамыз. Жиналысымыз бекер емес. Біз жиналған сайын Құдайды мадақтап, бір-бірімізге қызмет етеміз. Біз Құдайдың атын дәріптеп, оның сөзін жариялаймыз. Сонда әр келген сайын біздің бас қосуымыз бекер емес. Құдай сөзінен нәр аламыз, нығаямыз, күшейеміз, сеніміміз беки түседі, Құдайды жақыннан тани түсеміз. Көбіне қанат бітіп осы жерден жоғарылап қалқып шығамыз. Кейбіреуміз құлап жатамай тұрамай қалатын жағдайда кездеседі. Бірақ Құдай құдіретті. Сонда жағдайда да Құдай үміт отын жағып, қайтадан өзіне жақындатып, күш қуат беруге, оларды жарылқап, нығайтып, өзін жақыннан танытуға Құдайдың құдіреті жетеді. Сондықтан Құдайдың қауымы әрқашан бас қосудан шаршамайды. Қайта біз онымен қарым-қатынастан ләззат табамыз. Қайта біз оның сөзінен рахат пен қуаныш табамыз. Оның сөзінен өмір мен күш табамыз. Сондықтан әр жиналған сайын біз осыны байқаймыз, қабылдаймыз. Сондықтан да бүгінгі күнде Құдаймен қарым-қатынастың тәтті нанының дәмін татып тойлайтын ғажап уақыт деп қабылдаймыз. Жақсы, ендеше осы тұрғыдан алғанда біз қауымды бақытты деп санаймыз. Мен шаршадым деп айтпаймыз. Қайта қандай уақыт болса да Құдайдың қауымы осы уақытты Құдайға арнаған, жексенбі күні Құдайға ұмтылады. Құдаймен кездесетін, ештеңемен ауыстыруға, алмастыруға болмайтын тамаша уақыт екенін түсінеді, сезінеді. Құдай жүректерімізді солай дайындаған екен. Құдайға мыңда бір шүкір. Жақсы, қазір біз патшалықтар туралы бірінші жазба, 18-ші тарау, 6-шы аяттан бастап оқып шығайық. 6-дан 16-ға дейін. Дәуіт филистердің көзін құртып бүкіл жасақ елге қайтып келе жатқанда, Саул патшаны қарсы алу үшін Израильдің барлық қалаларынан әйелдер алдарына шықты. Олар ән айтып, би билеп, даңғыраларда ойнап, қуана әндетіп, үш ішекті аспаптарды шертіп ойнап жүрді. Әйелдер би билеп, Саул мыңдаған жауын жеңіп жойды, ал Дәуіттің жойғаны 10,000 болды, деп дауыстап ән салды. Ал Саул қатты ашуланып бұл сөздерді тіпті жақтырмай, олар Дәуітке 10,000-даған, ал маған небәрі 1000-даған жеңілген жау үшін мақтау айтты. Енді оған жетпей тұрғаны патшалық билік қана деп налыды. Сол күннен бастап Саул Дәуітке қызғанышпен қарайтын болды. Келесі күні Құдай жіберген қинайтын рух Саулға қайтадан бас салып, ол сарайында ерекше көңіл күйге түсіп, мазасызданды. Дәуіт оны тыныштандыру үшін бұрынғыша күй татып отырды. Саулдың қолында сүңгісі бар болатын. Дәуітті қабырғаға қадап тастайыншы деген оймен патшаға сүңгісін оған қарай лақтырып жібереді. Бірақ Дәуіт жалтарып үлгерді. Екінші ретте де солай болды. Саул Дәуіттен қорқа бастады. Себебі жаратқан иенің өзін тастап, Дәуітке жар болғанына көзі жетті. Оны қасынан алыстатып, мыңбасы етіп қойды. Бұдан былай Дәуіт сарбаздарын жорықтарға бастап жүрді. Ол қай істеде парасаттылық танытып отырды. Өйткені жаратқан ие оған жар болды. Дәуіттің табыстарын көргенде Саул одан бетер сескенді. Бірақ бүкіл Израиль мен Яхуданың халқы өздерін жорықтарға бастап шығатын Дәуітті жақсы көрді. Сонымен бүгінгі уағыздың тақырыбы қарсылықтарға қалай төтеп беруге болады деп аталады. Немесе қарсылықтарға төтеп берудің жолдары. Алдыңғы аяттарда қарсылық туғызатын нәрселер туралы айтылған. Дәуіт Құдайдың шақыруын қабылдағаннан кейін, оның өмірінде бәрі теп-тегіс жазық жолмен жүрді, ешқандай кедергі болмады деп айта алмаймыз. Дәуіт Құдайдың таңдап алған адамы болса да, Құдай оны патшалыққа тағайындаған адам болса да, ол
түрлі жағдайлардан өтуіне тура келді. Ауыртпалықтардан, қиындықтардан, сатқындықтан, түрлі қарсылықтар мен шабуылдардан өтуіне тура келді. Сонымен кейде адамдар былай деп ойлайды: мен Құдайға сенсем, Құдай менің барлық жолымды ашып, қашанда мені күзетіп, қашанда маған жел тигізбей, басыма күн түсірмей, мен аялдамаға келе қалсам, автобуста сол уақытта келе қалу керек. Мен бір нәрсеге күтіп қалсам, көп күтпеуім керек. Құдай маған қашанда жол ашып, әрқашан маған менің қасымда жүру керек деп кейде ойлап қаламыз. Бірақ бүгінгі үзіндіге қарасақ, әрине Құдай құдіретті. Біз қашанда Құдайдың рахымына үміт арта аламыз. Қашанда оған сенім артып, оған жақын өмір сүре аламыз. Сонда Құдай түрлі жолдармен бізді жетелейтінін көреміз. Бірақ мына үзіндіде біз Дәуіттің Құдай таңдап алған, тағайындаған адамы болса да, түрлі шабуылдан, қарсылықтан, қиындықтан өткенін көріп, қайран қаламыз. Оның басынан өткен қиындықтар жай біздің басымызда болатын күнделікті тұрмыс тіршілігіндегі қиыншылық емес, адамдардың арасындағы ұрыс-керіс қана емес. Ол кейде адам төзгісіз ауыр жағдайларды бастан өткізді. Бірақ осы қиындықтар Дәуітті шыңдады. Осы қиындықтар оны Құдайға жақындатты. Осы қиындықтар оны Құдайдың алдына келіп мінәжат еткізді. Бірақ осы қиындықтар Дәуітке Құдайдың бет жүзін іздеуге себеп болды. Бірақ осы қиындықтар оның өмірінің өзгеруіне, сөздерінің, жан дүниесінің өзгеруіне түрткі болды. Бұлай қарасақ, азап, қиыншылық оның өміріне игі әсер еткенін көреміз. Сонымен біз Құдайдан сұрағанда тек мені қорғап, мені жарылқап жетелеп, әрине біз сәби кезімізде түрлі нәрселерді сұрай аламыз, бәрін сұрай аламыз. Құдай өзінің рахымына сай, еркіне сай жауап беруге құдіретті ғой. Бірақ мына жағдайда қарасақ, Дәуіттің өмірінен не үйренуге болады? Жақсы, көрейік. Сонымен қарсылық туғызатын қандай нәрселер бар? Біз осы жерде салыстыруды көре аламыз. Саул әскермен жеңістен оралғанда, олар әйелдер мақтау айтты. Оны Дәуітпен салыстырды. Саулдың жеңгені мыңдаған адам болса, Дәуіттің жеңгені 10 мыңдаған адам болды. Салыстырып, бірін екіншісінен жоғары қойды. Бұл Саулдың ашуын туғызды және қызғанышын туғызды. Бірін екіншісінен жоғары қою, оның өмірінде біз қарсылық туғызғанын көреміз. Сол сияқты баланың да бірін, немесе әсіресе біздің мәдениетімізде үлкен балаға көп көңіл бөледі де, кейде кіші балаға аз көңіл бөледі. Одан кейін кіші бала өзін төмен санап, өзінің ағасымен кейде бәсекелес болып қалатын жағдайлар кездеседі. Бір жігіт осында жағдайды басынан өткізді. Оның ата-апасы үлкен немереге көп көңіл бөлгенде, ол екінші немеренің бойында бір ағасына деген бәсекелестік, ағасымен жарысу сияқты, ағасынан озу сияқты бір одан озуға, немесе мен одан да күшті болам деген сияқты бәсекелестік жағдайын туғызған. Бірақ Құдайдың сөзін қабылдап, ол жігіт Құдайдың шындығын қабылдап, дұрыс бағытқа түсті, жүрегін қалыпқа келтірді, және осы жағдайдан дұрыс өте алды. Мен таң қалдым осыны естігенде. Демек, салыстыру, бірін екіншісінен жоғары қою, бұл да қарсылық туғызатын мәселе бола алады. Одан кейін қызғанышты көреміз. Саул осыны естігенде, әйелдердің даңғыралып, қолдарына ішекті аспаптарда ойнап, би билеп, дөңгелене билеп, қуанып, Дәуітті одан көрі көбірек мадақтағанда, дәріптегенде ол ашуланды. Әрине, әйелдердің билегенде тұрған, өлең айтқанында тұрған, ішекті аспаптарда ойнағанда тұрған ештеңе жоқ. Біз осыны Израиль халқының Мысырдан құлдықтан шыққан кезде де көреміз. Құдай Израиль халқын құлдықтан құдіретімен, кереметпен алып шыққан кезде қамысты теңізді қақ жарып өтті. Осы ғажапқа
Израиль халқы, оның әйелдері қатты шаттанды. Оның алдында даңғыра тартып, би биледі, дөңгелене би биледі. Мына жерде де бұл қуаныштың белгісі ретінде өлең айтып, ішекті аспаптарды тартып би билегенін көреміз. Бірақ салыстырғаны бірін екіншісіне жоғары қойғаны мәселе болды. Израильдің жеңісіне біреулер қуанса, біреулер ашуланды. Неге? Өйткені әйелдердің айтқан әні оған ұнамады. Әйелдер Саул мыңдаған жауды жеңді, ал Дәуіт 10 мыңдаған жауды жеңді деп дауыстап ән салды. Сол күннен бастап Саул Дәуітке қызғанышпен қарайтын болды. Охо, демек, бұл да мәселе туғызатын себеп екенін көре аламыз. Жүсіптің мысалын алайықшы. Жүсіп әкесінің үйінде ең сүйікті баласы болды. Жақыптың. Оның 12 ұлы болды, және ішіндегі ең сүйікті ұлы Жүсіп болды. Оған ерекше түрлі түсті шапан кигізді. Ол басқа балаларына қарағанда Жақып Жүсіпті ерекше жақсы көрді. Бұл басқа бауырларының, ағаларының қызғанышын туғызды, және жүрегінде олар кек сақтап қалды. Жүсіп өзінің көрген түсін айтып бергенде, олар оған қарсылығы арта түсті. Кейін осы жүрегіндегі ашу, ыза, кек, олмен Жүсіппен жеке кездескенде жарыққа шыға келді. Демек, жүректе сақталған ашу, жүректе сақталған кек, жүректе сақталған қызғаныш, ол шығарылмаған болса, бір кездері сол мәселемен бетпе-бет келгенде шығады екен. Міне олар ағайындары жүректе сақтап жүрді. Енді Жүсіппен оңашада кездескенде, сол кек, қызғаныш сыртқа шықты. Олар бұлай деді: біз оны өлтірейік, содан кейін көрейік түсінің қалай орындалған. Ақыр соңында оны құлдың жарты бағасына сатып жіберді. Естеріңізде бар ма? Құлдың бағасы қанша еді? 30 күміс теңге. Бірақ Жүсіпті 15 күміс теңгеге сатты. Құлдың да бағасына тұрмады. Жарты бағаға сатып жіберді. Қызғаныштан істелінген іс-әрекет. Өзінің туған бауырын өлтіруге дайын болды. Ақыры олар оны құлдыққа сатып жіберді. Қызғаныш осындай мәселе туғызғанын көреміз. Бірақ Жүсіп жүрегінде кек сақтамады. Ол Құдайдың көзімен қарап, ақыр соңында өзінің бауырларымен кездесіп, өзінің кім екенін ашқанда, бауырлар одан қатты қорықты, кек алады деп. Бірақ Жүсіп оларға жүрегінде кек сақтамады. Оларды кешірді, оларға рахым етті, Құдайдың көзқарасы тұрғысынан қарады. Осы мәселені жеңе алды. Құдайдың көзімен қарап. Тағы да бір мысалды алайық. Асаф деген жыршы 72-ші тарауда, Забур жырында былай деп айтады. Ол өзінің қызғанышын білдіреді. Қызғаныштан әбден налығанын, ренжігенін айтады. Кейде бізде қазір ғаламтор желісі кең тараған заманда, қазір кішкентай баладан бастап жасы үлкен егде кісілерге дейін бәрі қолданады. Кішкентай 1 жастағы балалар бүйтіп отырса, тез отырса, үлкен кісілер бізде осылай күледі кейде. Біздің әкеміз бұлай қарайды интернетте деп. Олардың көз алдында үлкен кісі болып көрінеміз, әрекетіміз. Мақұл. Қалай дегенмен де, ғаламтор желісі арқылы адамдар өзінің қайда барғанын, саяхаттағанын, қандай мейрамханада, қандай тамаша жерлерде тамақ ішкенін, қандай киім кигенін, қайда барғанын жиі салып отырады. Енді түрлі мақсаттары бар, өзінің қажетіне қарай солай істейді. Бірақ кейбіреулер соны көріп қызғанады. Олар соны ашық мойындайды. Осындай мәселе бар. Олар солай істейді, бірақ сен неге маған солай істемейсің? Күйеуіне шағым басталады, күңкіл басталады, күйеуіне қарсылық басталады. Сөйтіп, оның жүрегіндегі қызғаныш күйеуіне шабуылмен, күңкілмен, күйеуіне кейде қарсы тұрумен, ақыр соңында ұрыс-керіспен аяқталатын жағдайды жиі кездестірдік. Қызғаныш түрлі мәселелерге есік ашады.
түрлі мәселелерге түрткі болады, себеп болады. Соны байқады. Енді Асаф Забур жыршысы не дейді? Мен тура жолдан тая жаздадым, 72-ші жырдан. Тірегімнен айырылуға шақ қалдым. Күнәһарлардың өркендеуін көріп, мендерге қызғана қарай бердім. Демек, кейде біз байқаймыз, Құдайға сенбеген адамдар болса, өркендейтін жағдайлар жиі кездеседі. Олардың жағдайы жақсы, денсаулығы мықты. Олар өркендеген үстіне өркендеп жатқан. Енді кейбір адамдар, мен Құдайға сенсем де, Құдай мені неге жарылқамайды? Мен Құдайдан бірақ бөлмелі үй сұрадым ғой. Мен Құдайдан мынандай қарапайым нәрсені сұрадым ғой. Құдай маған соны да қимайды ма? Мына сенбейтін дүниедегі адамдарды қараш, өркендеген үстіне өркендеп жатыр. Олардың қос-қос үйлері, қос-қос машиналары жетіп артылады. Біз Құдайға сенеміз, біздің кіші сұраған кішкентай нәрсемізге де Құдай бізден аяйды ма деген сияқты ойлар мен бөліседі. Міне Забур жыршысы Асаф күнәһарлардың осылай өркендегеніне қарап, қызғана қарады. Ақыр соңында қызғаныштың салдарынан ол тірегінен айырылып қала жаздадым деді. Қызғаныш бізді тіректен айыратын қауіп бар екен. Демек, қызғанышқа орын берсек, қауіпті жолда тұрмыз дегенде түсінеміз. Олар дейді, шекпейді азапты, денсаулығы мықты, қуатты. Өзгелерде ауыртпалық көрмейді, басқалар сияқты соққы жемейді, ауыртпалық көрмейді. Олар тіпті күнәларын моншақтай қылып тағып алады. Ал зорлық-зомбылықты киімдей жамылып алады. Ал семіздіктен көздері май басқан. Арамдық пиғылдары асып тасқан. Өзгелерді қорлайды, жамандайды, өсектейді. Көкті аузымен еленген сейді. Соңында Асаф жыршы Құдайдың үйіне кірдім дейді. Ол Құдайдың үйіне кіргеннен кейін көз қарасы өзгерді. Осы жағдайға Құдайдың көзімен қарады. Сонда оның көз қарасы өзгерді. Демек, Құдайдың үйіне кіргенде. Бізде қоғамда өмір сүргенде әртүрлі көзқараспен, әртүрлі естіген көзқараспен кейде бізде қызғанышқа орын береміз, түрлі арам пиғылдарға орын береміз, кейде бізде күнәрлі іс-әрекеттерге, ойларға орын береміз. Бірақ Құдайдың үйіне келгенде, Құдайдың сөзін естігенде, біз дұрыс көзқарасты қалыптастырамыз. Құдайдың таза, тірі, шынайы сөзін қабылдап, біз осы жағдайға дұрыс көзбен, Құдайдың көзімен қарап үйренеміз. Міне, Асаф Құдайдың үйіне кірген соң көзқарасы өзгерді. Бізде міне, жексенбі сайын жиналғанда осында келгенде Құдайдың сөзін естіп, көзқарасымыз өзгереді. Өміріміз өзгереді, жаңарады. Тәуелділіктен азат боламыз. Жан дүниеміз жарыққа толады. Қандай ғажап. Және ақырында олармен не боларын білдім дейді Асаф. Олар тайғақ жолға түседі, соңында жойылып жоғалады. Сонда бүкіл әлемде, бүкіл байлықты иемденіп, өзін соңында жойып жіберсе, бұдан не пайда болды? Міне, тіпті бұлай дейді. Қызғаныштан күйді жүрегім, жүрегі сонда шүбәға толды. Ақмақ боп қалдым санасыз дейді. Демек, қызғаныш адамның жүрегін күйдіреді, күйінішке әкеп соғады, және санасыз ақмақ болып қалдым деп Асаф жыршы айтқандай, адам осындай күйге түседі екен. Демек, осындай мәселелерге әкеп соғатын теріс күші бар екен байқаймыз. Ендеше, қызғаныш біз бойымызда сақтайтын, біз бойымызда қалдыратын қасиет емес. Егер соны байқасақ, онда тез Құдайдың алдына келіп, Құдайдың үйіне келіп, оның сөзін қабылдап, Асаф жыршы сияқты өзгертуіміз қажет. Құдайдың көзімен қарауымыз қажет. Ал оған сенім артқан ұятқа қалмайды дейді келіп тапта. Құдай оны қырында жаңартып, түлетеді, нығайтады, жарылқайды. Соған сенеміз. Тіпті Исаның өзін алайық. Исаға да адамдар, паршылдар, діншілдер қызғана қарады.
Оның соңынан адамдар тобыр болып ілесіп жүрді. Соқырлар, ақсақтар, сал адамдар оның қызметінен сауығып кетіп жатты. Соңында барысшылдар былай деді: біз бұнымен алысқа бармаймыз. Адамдардың бәрі оның соңынан ілесіп кетсе, біз қолымыздағы биліктен айырылып қаламыз. Бұлай алға баспайсыңдар, деп олар қызғанды. Сөйтіп, Исаны өлтірудің жолын іздестірді. Діншіл, парызшыл болса да, жүрегінде қызғанышқа орын берді, бұл қызғаныш ойларында оны өлтіру туралы жаман ой туғызды, жаман ниет туғызды. Исаның шәкіртін мысалға алайық. Исаның шәкірттері бұдан алыс болған жоқ, шәкірттері де. Олар да қалаларды аралап қызмет еткенде адамдар қарсы болды. Олар қызғаныштан ызаланды. Сөйтіп, базарда жүрген бір топ бұзықтарды жинап алды. Жалдап алды олар тіпті. Демек, ақшаға жалдады бұзықтарды. Қазіргі сөзбен айтқанда, рекеттерді, немесе қарақолдарды жинап алып, оларға ақша төлеп, қаланы дүрліктірді. Қызғаныш адамдардың бойында осындай арам ниет туғызатын да теріс әрекеті бар екен. Елшілер де Исаның бұдан алыс болған жоқ екен. Жақыптың хатында 3 тарау 16 аятта былай дейді: қай жерде қызғаныш пен қарабастың абыройын ойлау болса, тәртіпсіздік пен зұлымдық атаулы да сол жерде. Демек, адам қызғанышқа орын берсе, қарабастың қамын ғана, демек өзімшілдікке, менмендікке де орын берсе, онда міне зұлымдыққа да есік ашылады. Зұлымдық атаулы өзі сол жерді, бар жерді, сол қызғаныш бар жерді тауып алады. Демек, қызғаныш оған есік ашады зұлымдыққа. Демек, қызғаныш зұлымдыққа жол ашады. Осындай мәселе туғызады екен. Кітапта бұл нақты мысал. Енді, бүгінгі күндегі Саулда Дәуітті қызғанғандықтан оны өлтірудің жолын іздеді. Ол жай ғана қызғанып қана қоймады, өлтіргісі келді. Ол мәселе екен. Демек, бізге де сабақ алатын нәрсе. Басқа білмейді ғой, ешкім көрмейді ғой деген, ешкім көрмесе болды деген принципті жүрегімізде қалдыру бізді мәселеге есік ашады деген сөз. Ешкім көрмесе болды деген принципті алып тастайық. Бұл бізге, Исаға сенушілерге жарамсыз принцип. Міне, Саул оны жауының қолымен өлтіруді ойлады. Алдымен оған қызы Михолды бергісі келді. Және сол Михолды ол алу үшін оған көп филистерді өлтіріп, соның белгілерін алып келді. Жауының қолымен өлтіргісі келді. Саулдың жүрегінде осындай арам пиғыл пайда болды. Ақыр соңында бұл іске аспай, Дәуіттің ізіне түсіп, оны өкшелей қуады. Дәуіт сай-саланы, тау-тасты, жар-тасты сағалап қашады, бас сауғалайды. Оны іздеп жүріп бір үңгірде қонғанда, Дәуіттің оны өлтіретін 2 рет мүмкіндігі болды. Бірақ патшаға қарсы қол көтермеді, оны айыптамады, жамандамады, сөкпеді. Сыртынан өсек айтпады. Қайта оны Құдайдың қолына тапсырды. Оған құрмет көрсетті. Дәуіт жаратқан еге сыйынып, оны паналады. Әдетте, егер басқа бір адам қуғындаса, оны өлтіретін ойы мен ниеті анық болса, жау оның қолына түскенде бірден өлтіруді ойлайды. Бірақ біз 24 тараудан осыны көреміз. Бір үңгірге, Дәуіт түнеген үңгірге Саул кіреді.
сол үңгірде Дәуіт пен оның жігіттері жасырынып отырған еді. Сонда Дәуіттің жігіттері айтады, сыбырлап: жаратқан ие сізге жауыңызды қолға түсіріп отыр. Ол сіздің қолыңызға тапсырып отыр. Оны өлтіруге ишарат жасайды. Бірақ Дәуіт орнынан тұрып, Саулға жақындап барып, білдірмей шапанның бір шетін кесіп алады. Содан соң бұл ісінде де ұялады. Оны өлтірмей жаңағы патшаның шапанның шетін кесіп алғанына да ұялған ісі мені таң қалдырды. Дәуіт серіктеріне қайта оралып былай деді: жаратқан ие тағайындаған тақсыр еме қарсы көтеріліп, оған қол жұмсаудан Құдай сақтасын. Бұл жаратқан ие тағайындаған патша ғой, деп тыйым салып, олардың Саулға бас салуларына жол бермеді. Құдай сақтасын деп, өзі де аулақ болды, және серіктеріне де тыйым салды. Ал Құдай жіберген рух Саулға бас салып, ол мазасызданды. Демек, Құдай өзінің рухын Саулдан алған соң, Саулды бір зұлым рух қинай бастады. Содан Саулдың мазасы кетті, тынышы кетті, ол қиналды. Сондықтан оны тыншытатын бір адам іздеді. Сөйтіп Дәуітті іздеп тапты. Адамдар кеңес берді, Дәуіт жақсы күй шертеді деп. Сөйтіп Саул жаңағы зұлым рух оны мазалап қинағанда, Дәуіт күй шертіп тыныштандыратын. Сонда Саул тыныштанатын. Әрине, Құдай оған Саулдың бойында әрекет етуіне жол берген зұлым рух. Кейде біз, әрине, Құдайдың қорғауында, Құдайдың сақтауында болғанда, бізде ешқандай кедергі, бізде ешқандай қиындық болмау керек деп ойлап қаламыз. Бірақ біз Айыптың өміріне қарасақ, жаратқан иенің Әзәзілмен сөйлескенін көреміз. Ол ел кезіп келгенін айтады, Әзәзіл Құдайдың алдында. Сонда Құдай оған: сен менің жер бетінде Айып сияқты әділ адамды көрдің бе? дейді. Айып сияқты жаратқан иені терең қастерлейтін жер бетінде жан жоқ, дейді. Сонда Әзәзіл оған: ол Құдайым бекер қастерледі дейсің бе? Сен оны қорғап жарылқағандықтан ол солай болып жүр. Сен оны жарылқап келесің. Ал оның иелігіне қолыңды тигізе көрші. Сонда онымен не болғанын көрейік, деп жала жабады. Құдай оған жол береді. Оның иелігіне тиісуге жол береді. Бірақ өзіне тиісуге тыйым салады. Демек, Құдай қайбір адамдардың өмірінде қиындықтың болуына жол бере алады. Бірақ шектеулі. Құдай сонда да бәрін бақылауда, Құдай бәрін өзінің бақылауында ұстайды. Құдай жол берсе де бақылайды. Кейде біздегі қиындықтар бізді құлатпайды, қайта керісінше, кейбір қиындықтар бізді Құдайға жақындатады. Кейбір қиындықтар бізді рухани өсіреді. Кейбір қиындықтар бізді Құдайдың алдына дізерлеп жығылдырады. Кейбір қиындықтар біздің ой ниетімізді өзгертеді. Кейбір қиындықтар тіпті біздің жан дүниеміздің сауығуына, Құдайдың алдына келіп өзгеруімізге түрткі болады. Кейбір қиындықтар арқылы біздің айналамыз өзгереді. Сонымен қиындықтың бәрі бізге қиындық бола бермейді. Кейде қиындықтар бізге игілік те алып келеді. Біздің өміріміздің өзгеруіне түрткі болады екен кейбір қиындықтар. Сонымен тек жаман жағы ғана бар емес, кейбір қиындықтардың біз жақсы жағы да бар екенін көре аламыз. Айып пайғамбар сонда да Құдайды мадақтап дәріптеді. Қиындықта да, қуанышта да Құдайды дәріптей алды. Және оның сенімін бізге үлгі етті. Қандай жағдайда да Құдайға сенім арту, қандай жағдайда да Құдайды мадақтау бізге осындай жүректі қалыптастырғысы келетінін байқадым. Сонымен, кейбір қиындықтар бола қалса, Құдай рұқсат бергендіктен бола алады.
Кейбір қиындықтар біздің өзгеруімізге түрткі болады. Шынында да, біз соны да көре білсек игі. Кейбір қиындықтар Құдай жол береді, бірақ Құдай соны игілікке айналдырады. Құдайдың ниетінде сол бар. Мен сендерге қасірет емес дейді Құдай. Амандық пен тыныштық сыйлайтын ниетім бар. Құдайдың ниеті ізгі. Қайбір қиындық болса да, Құдай соны игілікке айналдырып жарылқағысы келеді. Құдайдың сондай ізгі ниетімен жүрегін көре аламыз. Сонымен өмірімізге бір қиындықтар келе қалса, бұл қиындықтарды Құдай біздің игілігіміз үшін қолданады екен. Өйткені Римдіктерге 8 тарау 28 аятта мынадай тамаша уәде бар. Барлық жағдайларда Құдай өзін сүйетіндердің игілігі үшін әрекет етеді. Себебі ол бізді өзінің мақсатына сай таңдап алды. Әрине біз барлық нәрсені жақсы дей алмаймыз. Бірақ олар игілік үшін әрекет етеді. Саулды зұлым рух қинады. Ал Дәуіт оны тыныштандыру үшін қызмет етіп күй тартты. Дәуіт өзінің дарыны бойынша қызмет етті. Оның дарыны күй тарту, ішекті аспаптарда ойнау, және дарыны бойынша патшаға қызмет етті. Кейде Құдай бізді бір қиын жағдайларға да солардың арасына орналастыруы мүмкін. Сол арқылы Құдай бізді жеңіске жеткізіп үйреткісі келеді. Осы ниетті де, осындай біз игілікті де көре білсек, игі. Кейбір қиындықтар арқылы Құдай бізді шынықтырғысы келеді. Негізінде бір атлетиктер бар ғой, олар ауыр нәрсені көтергенде шынығады ғой. Бұлшықеттері өседі, күшейеді, нығаяды. Сол сияқты кейбір қиындықтарда бізді күшейтіп нығайтатын жақсы жағы да бар екенін көре білуіміз керек. Сондай қиындықтар болғанда біз өзіміздің күшімізге емес, Құдайдың күшіне сүйенуге Құдай үйреткісі келеді. Бәрі жақсы болғанда біз өз күшімізді, өз ақыл санамызды алға тартып, әрине үйренгенбіз. Бірақ қиын жағдайлар бізді Құдайға бет бұрғызады. Оның күшіне арқа сүйеуге үйретеді. Дәуіт патшаның сарайында оған қызмет етті. Ол жұмыс ретінде соны атқарды. Әрине біз жұмыс істеу үшін бізде күніне 8 сағат уақыт арнаймыз. Ал енді қаскелең, ұзынағаш, немесе сол басқа маңайдан, сол маңайдағы ауылдардан келетіндер, олар 8 сағат емес, күніне 10-12 сағат уақыт жұмсайды. Өйткені 2-3 сағатын орта есеппен жолға арнайды, кептеліске. Сондықтан олар сарказммен айтқанда кептелісті жақсы көреді. Кейде біз бұлай деп әзілдейміз. Жолда бекер отырмай, картоп, сәбіз, пияздарыңды алып шықсаңдар, жолда бекер отырмай, аршы отырасыңдар дайындап деп әзілдейміз кейде. Кейде адамдар дүйсенбі күні жұмысқа барғысы келмейді. Олар істеп жатқан жұмысын да, өздерінің жағдайын да ұнатпайды. Олар өздері жұмыс істейтін жерде ұнатпайтын адамның қасында болғысы келмейді. Өзін жайсыз сезінеді. Міне Дәуіт өзін өлтіргісі келген адамның қасына жұмыс істеуге барды. Қолына ішекті аспабын алып, оған қызмет етуге оның алдында бір рет қана барған жоқ. Мына өзінде де 2 рет барған айтылған. Бірақ біз одан кейінгі өзінде де, мысалы 16 тараудың осы бірінші жазба, 16 тараудың 13 аятында, жоқ, басқа жерде, оның біз тағы да Саулдың Дәуітті қадап тастау үшін қолына сүңгісін алып, оған қарай лақтырған оқиғасын оқимыз. 1 рет емес, 2 рет емес, бірнеше рет солай істегені айтылады келіп кітапта. Бірақ таңғаларлығы Дәуіт ішекті аспабын алып, өзін өлтіруге талпынған адамның алдында қызмет етіп, ішекті аспаптарда күй шертті, күй тартты. Бұл бір таңғаларлық. Бізде кейде сондай адамдар жұмыстардан шаршағанда 10-12 сағат уақытын жұмысқа, жолға арнағанда, одан кейін үйіне келгенде
отбасына, балаларына, әйеліне күші қалмайды көп жағдайда. Кейде диванда шалқая кетуі мүмкін, одан кейін бұл кейде ұрыс керіске әкеп соғады. Кейде адамдар жұмыста өзін ұнатпайтын адаммен бірге болғысы келмейді. Қиын, өзін жайсыз сезінеді, оны көргісі келмейді. Өйткені кейде адамдар Саул сияқты сүңгісін адам оған қадап тастайтын сияқты қауіп төндіреді. Оған бір қиындық әкеледі. Сондықтан адам сондай адамның қасында болғысы келмейді, қауіп сезінеді. Жұмысқа да барғысы келмейді. Сондықтан дүйсенбі болса, бір не бар, көргендеріңіз бар ма? Аю басы мұздың үстінде жатыр, екі аяғы, алдыңғы екі аяғы қозғалыссыз, бірақ артқы екі аяғы жүріп бара жатыр. Басы істемейді, алдыңғы екі аяғы да іс қимылсыз, артқы аяғы жүріп барады. Сол мынаны білдіреді. Адамдар біреумен қиын болған жағдайда жұмысқа барғысы келмейді. Жаңағы аю сияқты сүйретіліп, әрең дегенде барады. Шыдайды, қашады жұмыстан, кетудің амалын, жолдарын іздейді. Жұма күні болғанда қуанады. Одан кейін достарымен моншаға барады, ішеді, ойындар ойнайды. Дүйсенбі болатын кезде қайтадан депрессияға түседі. Сонымен, адамдарда осындай жұмыста, қоғамда бізге қиындық әкелетін, бізге қауіп төндіретін жайттар кездесуі мүмкін. Жұмысымызда қиындық әкелетін адамдар кездессе, қиналмаңыз. Дәуіттен біз үлгі ала аламыз. Қазір қандай үлгі? Сол туралы айтамыз. Тек жұмыста ғана емес, кейде біз қоғамда да қарсылықтарға тап боламыз. Олар да бізге сүңгісін қадап жіберетін сияқты, бізге қауіп төндіретіндей ауыр сөздер айтуы мүмкін. Сенімімізге бола, кейде ұлтымызға бола, кейде жеке басымызға бола адамдар ауыр сүңгілерін қадап тастайтындай лақтыруы мүмкін. Сонда адамдар қоғамнан, сырттағылардан осындай қауіп сезгендіктен олармен араласқысы келмейді. Қауымнан келіп пана іздейді. Әрине бұл жақсы, қауымнан пана табады. Одан кейін қауымнан шыққысы келмей қалады. Қауымда өзін қорған, қауымда өзін тыныш, бейқам сезінеді де, мына дүниенің адамдарымен араласқысы келмейді. Өйткені қауіп сезінеді. Өйткені олардың қолдарында ауыр сүңгі бар сияқты сезінеді. Оны лақтырып жіберсе қорғана алмайтындай, лақтырып жіберсе оған қадалатындай қауіп сезінеді. Содан кейін қоғамға барудан қиналады, қауіптенеді. Енді не істейміз? Жұмыста барсақ та сондай адам кездесуі мүмкін. Қоғамда да қайда жүрсек те қолына сүңгі ұстаған, сіздерге қауіп төндіретін адамдар кездесуі мүмкін. Дәуіт қалай жеңді? Осындай қарсылықтарға қалай төтеп берді? Қалай жеңді? Біз Дәуіттің осындай жағдайда да Құдайды паналағанын көреміз. Біз жаңа ғана айттық. Ол Саулды айыптамады. Біз әдетте бізге біреу қиындық төндірсе, бізге біреу жаңағындай сүңгі лақтырса, әдетте адамдар не істейді? Егер сенбеуші болса, немесе ескі күнәһар болмыстың жетегінде өмір сүретін адам болса, көбінде сүңгісін өзіне лақтырады. Байқайсыздар ма? Көбіне кейде қанға қан, кейбір орталарда жанға жан, не істесе, соны істейтін принциптер қолданылады, ережелер. Кейбір жерлерде. Бірақ Дәуіттің істегеніне қараңызшы. Ол Құдайды паналады. Оны өзін өлтірмекші болған адам түнде оны өзін қасына келіп қолына түскенде де одан кек алмады. Тіпті оны бір сөзбен жамандамады да, айыптамады да, сөкпеді де. Тіпті серіктеріне де бір сөз айтқызбады, оларға өзің серіктеріне Саулға тиюге тыйым салды. Құдайдың тағайындаған адамы, оған бас көтермеймін деп, Құдайға да құрмет көрсетті, және Құдай тағайындаған сол кездегі патшаға да құрмет көрсетті. Біздің үйренуге тиісті жақсы қасиет. Қазірде біз кейде ұнамай қалса, бізге
сүңгі лақтырғандай, қауіп төндіретіндей ауыр сөздер айтылса, әдетте біз жамандауымыз мүмкін, айыптауымыз мүмкін, сөгуіміз мүмкін, немесе өсектеуіміз мүмкін. Бірақ Дәуіттің өміріне қарасақ, айыптамады, жамандамады. Қайта ол Құдайды паналап, Құдайдың алдында жүрегін ашқанын көре аламыз. Оны, осы мәселені Құдайға тапсырғанын көре аламыз. Демек, қарсылықтарға тап болғанда, Дәуіт Құдайды паналады. Бізше үйренуге тұрарлық жақсы қасиет. Құдайды паналау. Бізге сүңгі лақтырса, бізде сол сүңгіні лақтыру емес. Қайта Құдайдың алдына келіп, олар үшін мінәжат ету жақсы қасиет. Иса айтты: өкпелететіндер үшін Құдайға мінәжат етіңдер. Қарғайтындарға ақ бата тілеңдер. Құдайдың жарылқауын тілеңдер. Осы дүниенің адамдары ақылына сыйғыза алмайтын ғажап нәрсені Иса бізге айтты. Кешір, олар үшін ақ бата тіле, олар үшін Құдайдың жарылқауын тіле, олар үшін Құдайға мінәжат ет. Көбінде осы дүниенің адамдары ақылға сыйғыза алмайды. Өйткені олар бізге қандай жамандық істесе, біз де соның есесін қайтаруымыз керек. Біз де соның өшін алуымыз керек деген ой жатады көп адамда. Бірақ міне біз көне келісімнің өзінен, Дәуіттің өмірінен осындай біз жақсы қасиетті таба аламыз, көре аламыз. Үйренуге, қабылдауға тұрарлық тамаша қасиет. Жаратқан иенің рухы Дәуітке қонды. Құдайдың оны тағайындады. Сөйтіп, Дәуітке май жағып, оны тағайындады. Сол кезде Құдайдың рухы қонған айтылады. Иса да осы дүниеге келгенде арнайы мақсатпен май жағу рәсімінен өтті, демек тағайындалды. Иса деген оның аты, Мәсіх деген оның фамилиясы емес. Кейде адамдар солай ойлап қалады, Мәсіх деген оның фамилиясы деп. Мәсіх Құдай тағайындаған құтқарушы, патша деген мағынаны білдіреді. Ол былай деді: жаратқан ие маған өзінің рухын қондырды. Ол мені жарларға ізгі хабар жеткізуге тағайындады деді. Иса тағайындалды. Ізгі хабар жеткізу үшін тағайындалғанын айтты. Енді біз де таңдалған, тағайындалған халықпыз. Петрдің 1 хаты 2 тарау 9 аятта мынандай сөз айтылған: ал сендер өздеріңді қара түнектен тамаша нұрына шақырған Құдайдың қасиеттілігі мен ұлы істерін мадақтап жариялауға таңдалған нәсілсіңдер. Бізді, Исаға сенушілерді жаңа нәсілсіңдер деп айтып жатыр. Таңдалған, тағайындалған нәсіл. Арнайы мақсатпен тағайындалған. Иса да осы дүниеге келгенде арнайы мақсатпен келген болса, енді бізді де арнайы бір мақсат үшін таңдап алғанын көреміз. Құдайдың қасиеттілігі мен ұлы істерін мадақтап жариялауға таңдалған нәсілміз. Жаңа нәсілміз. Жаңа халықпыз. Әр ұлттан құралған халық болдық. Жаңа нәсіл болдық. Ұлы мақсатымыз бар. Құдайдың қасиеттілігін және ұлы істерін мадақтап жариялау. Демек біз не істесек те, қандай қызмет атқарсақ та, Құдайдың қасиеттілігін көрсетеміз. Оның ұлы істерін мадақтап жариялаймыз. Бірнеше рет қайталадым, бұл маңызы дегенге назар аударғым келді. Кейде адамдар былай деп ойлайды: дүйсенбі күні қиын, жұмысқа барғым келмейді, ешкім мені түсінбейді, мені бағаламайды. Оларды көргім келмейді, жаңағы қиындыға келген адамдар туралы. Менің нервімді қоздырады, жек көремін дейді. Бұлай етсек, біз бар күшімізді сарп етеміз. Бұлай біз жұмысқа бармай жатып, бұлай етсек, онда жұмысқа бармай жатып жеңіленіз. Жұмыста қарсылықтар болса, өзімізді дайындап барғанымыз жөн. Осы күнді Құдай жаратты.
әрбір күнді бізге Құдай жарылқау етіп сыйлады. Сол күнді, әр күнімізді Құдай жарылқайды. Менің өмірімдегі сенің игі істерің, сенің жетелеуің, сенің жарылқауың үшін алғыс айтам. Әр күнді Құдайға тапсырып, онымен бірге бастау тамаша. Сен сыйлаған жеңіс үшін Құдай, қазірдің өзінде алғыс айтам деп дұға айта аламыз. Әр күнді Құдайға тапсырып, оның жетелеуіне сүйене аламыз. Біз жұмысқа барғанда біреуден қолдау іздеп бармаймыз. Немесе өзіміздің бағамызды білу үшін бармаймыз жұмысқа. Мені бағаласын, мені кім екенімді білсін десек, онда бұл да жекілікті ой емес. Қоғамда, жұмыста бізді бағаламауы мүмкін, түсінбеуі мүмкін. Бірақ сонда да Құдай бізді кейде сонда жерлерге орналастырады. Құдай бізді лайықтысың деп санайды. Дәуітті орналастырды, және соған лайықты деп санады. Бұлай деп айтуыңыз мүмкін. Ой, мен Дәуіт сияқты емеспін. Дәуіт ол ерекше тағайындалған, таңдалған. Біз жаңа ғана оқыдық. Құдай бізді де арнайы мақсат үшін таңдап алды. Дәуіт сияқты болмасақ та, біздің әр қайсымыздың өзіміздің орнымыз бар. Құдай бізді сол орында, Құдай көрсеткен орында, Құдай бізді қолдана алады. Аллилуйя. Дәл сол жерде Құдай бізді жарығы ретінде қолданғысы келеді, өзгерткісі келеді. Оған арқа сүйеп, онымен бірге әрекет еткенімізді қалайды. Және біз әртүрлі адамдармен де жұмыс істеу қабілетімізді дамыта білуіміз қажет. Біз көбіне өзімізге ұнайтын, бізге жайлы адамдармен жұмыс істеуге бейімбіз. Бізге қиындық әкелмейтін, біздің мазамызды алмайтын, әрқашан бізге деп басшылығы беретін адамдармен көбіне ұнатамыз. Көбіне. Бірақ Дәуіт әртүрлі адамдармен жұмыс істеп, өзінің қабілетін шыңдады десек болады. Шынықтырды десек болады. Кейде Құдай сонда жерге қойса, әрқашан қаша бермеңіз. Құдай, мені сол жерден алып тасташы. Құдай, мен қорқам. Құдай, мен істей алмайым. Құдай, не істегін келеді? Сол жерде менің орным қандай? Мен арқылы не істегін келеді? Құдай, мен қалай мінәжат етейін? Еркіңді көрсетші. Оның еркін іздегеніміз, оған арқа сүйегеніміз, мінәжат еткеніміз Құдайға ұнамды болады деп ойлаймын. Адамдар түрлі қиын жағдайлармен кездеседі. Жұмыста, қоғамда, қолында ауыр сүңгісі бар адамдарды көреді. Содан кейін қауымнан баспана іздейді, пана іздейді. Қауым оған бас сауғалайтын жер сияқты болып көрінеді. Бірақ бізді Құдай орналастырған жерде біз оның жарығы бола аламыз. Оның жарылқауы бола аламыз. Құдайдың құралы бола аламыз. Кейде адамдар сенушілермен жұмыс істеу оңай деп ойлайды. Егер ол адам Құдайға құлақ асып, Құдайға мойынсұнып жүрген болса, оңай. Бірақ ол адам ескі күнәһар болмыстың жетегінде өмір сүретін болса, онда сенбеушіден де қиын болуы мүмкін. Онымен қызмет ету немесе өмір сүру. Сонымен Құдайға мойынсұнса, онда оңай деп түсіне аламыз. Құдай рухына құлақ асса. Ал егер жүрегі жаралы болса, бұл да қиын. Онда қиындық көп. Жұмыста, қарым-қатынаста мәселе көп туындайды. Сонымен, осы дүниеде жұмыста бізге жаңағындай ауыр сүңгісі бар нәрселер бізге қауіп төндіргендей сезіледі. Адамдар ашуланады, солай жауап беруге кейде тырысады. Қауымға да осы қасиет керек, Дәуіттікіндей. Біз әртүрлі адамдармен жұмыс істеп үйренсек жақсы. Құдай бізді соған үйреткісі келеді. Көбіне өзіміз сияқты адамдарды ғана іздемей, Құдай бізді қай жерде орналастырса, Құдайдың еркін, Құдайдың жетелеуін іздеп мінәжат етіп, оған құлақ ассақ жақсы. Құдай бізді өсіреді, қолданады, нығайтады, шыңдайды, шынықтырады. Тәжірибе жинаймыз. Одан кейін Құдайдың қолындағы құралы болып шыға келеміз. Кейде қауымның өспейтін себептерінің бірі де сол болуы мүмкін. Адамдармен жұмыс істеу, әртүрлі адамдармен жұмыс істеу қабілетімізді шыңдай білуіміз керек. Білімді, білімсіз, немесе қандай адам болса да, бәрінде Құдай сүйеді.
біз сол Құдай берген қабілетімізбен дәл сол Құдай орналастырған ортада қызмет ете білсек жақсы. Құдай Израиль халқына уәделі жерге кіру үшін де күшпен алу керек болды, сол жерде күш салу керек болды. Ал енді қарсылығы бар орта арқылы бізде рухани өсеміз, мінәжат етіп Құдайға жақындаймыз, оның бет жүзін іздейміз, оған арқа сүйеміз, мінәжат етіп Құдайға жақындаймыз. Ол жарылқауды бізге ұнамайтын адамның қолына ұстатып қоя салмайды. Кейде бізге ұнамайтын адамдар арқылы Құдай бізге жарылқауын жеткізе алады. Тіпті сол адамдар бізге жарылқаудың өзі бола алады. Бізді өсіретін, Құдайға жақындап нығайтатын, өзгертетін жарылқау бола алады. Енді сол сүңгіні лақтырғанда Дәуіт не істеді? Дәуіт жалтарып қалды. Еңкейіп қалды. Демек, адамдар бізге қауіп төндіретіндей жаңағы сүңгісін лақтырса, ол жұмыста болсын, мейлі ол қоғамда болсын, сізге қауіп төндіретіндей, өміріңізге, рухани өміріңізге ауыртпалыға келетіндей сүңгі лақтырып қауіп төндіретіндей болса, Дәуіт сияқты еңкейіп қалу, жалтарып қалу жақсы іс болады. Демек, бұны біз қабылдамау деп те түсіне аламыз. Олардың айыптауларын, немесе олардың бізге лақтырған сүңгісін қабылдамау, жалтарып қалу, еңкейіп қалу, бұл да жеңіске жетуге көмек болады. Ал егер еңкеймесек, ал егер біз кеудемізді осылай тоссақ, кеудеге қадалған сүңгі, немесе маңдайға қадалған сүңгі адамды жалп еткізеді. Сонымен, бұл бізді кішіпейілдікке үйретеді. Бұл бізді өзгертеді. Құдайдың алдында еңкеюге, Құдайдың алдында тізерлеп жығылуға, Құдайдың алдына келіп кішіпейілдікпен оған мойынсынуға түрткі болады. Халелуя. Сонымен, Құдай бізге әртүрлі дарындар мен қабілеттер берді. Бізде Дәуіт сияқты Саулдың алдында күй тартып, ішекті аспапта ойнап, қызмет еткені сияқты, әркім өзінің дарымен Құдай көрсеткен жерде қызмет етеді. Сол қызметімізді жалғастырамыз. Құдайға мыңда бір рахмет. Қауым осы жағынан жақсы күшейіп, нығайып келеді. Құдайға мыңда бір шүкір. Және Құдай орналастырған жерде тұрып, қай жерде бізді Құдай орналастырса, сол жерде Дәуіт сияқты кішіпейіл болып әрекет етеміз. Құдайды паналаймыз. Құдайға мінәжат етеміз. Айыптамаймыз, жамандамаймыз, өсектемейміз. Құдайдың қолына тапсырып, оның жағында тұрамыз. Құдай өз әрекет етеді. Жазалау оның ісі. Құдай біздің өмірімізді, ниетімізді, жан дүниемізді жақсы түсінеді. Біздің өмірімізде не істеу керектігінде жақсы біледі. Ендеше барлық жағдайымызды оған сеніп тапсырамыз. Дұға етейік. Қарсылықтарды туғызатын жайттары туралы айттық. Демек, салыстыру, қызғаныш, қарсылық туғызуға түрткі себеп бола алады. Ал енді біз қарсылықтарды, шабуылдарды қалай жеңе аламыз? Құдайға сенім арту арқылы. Бірінші кезекте, ең алдымен, ешкім сенбейінше өз күшімен жеңіске жете алмайды. Біз Құдайдың күшіне сеніп, онымен бірге жеңіске жете аламыз. Және Дәуіт сияқты Құдайды паналау арқылы, айыптамай, жамандамай, сөкпей, өсектемей, Құдайдың қолына тапсырып, Құдайдың жағында болу. Бәрін Құдайға тапсыру, Құдайға мінәжат ету арқылы.
жете аламыз, жеңе аламыз. Қарсылықтарға төтеп бере аламыз. Және осы жағдай арқылы, осы жағдайдың өзінде біз әртүрлі адамдармен жұмыс істеу қабілетімізді шыңдаймыз. Өсеміз, тәжірибе жинаймыз. Және әртүрлі адамдарға біз дарындарымыз бойынша қызмет етеміз. Мінәжат етейік. Құдай осылайша бізді қолдансын, жарылқауын әр отбасыдағы, қоғамдағы достарымызға жеткізе көрсін деп мінәжат етеміз. Көктегі әкеміз, сенің сөздерің тірі, шынайы, жан дүниемізден терең орын алып, бізді өзгертеді, өзіңе қарай бет бұрғызады. Сенің сөздерің бізді бейжай қалдырмайды. Сенің сөздерің жүрегімізді, жан дүниемізді жаңартып, діріл қаққызады. Құдай әкеміз, сені құрметтейміз, сенің сөзіңді жоғары бағалаймыз. Жүрегімізді саған ашып, жан дүниемізге толтыра көр деп өтінеміз, Құдай. Бүгін айтқан, бүгін сенің сөзіңнен бөліскенімізде, қызғаныштан аулақ болып, жүрегімізден оны шығарып тастауға көмектесе көр. Салыстырудан, бірін екіншісінен жоғары қоюдан аулақ болуға бізді үйрете көр. Жан дүниемізді өзіңнің сөзіңмен тыныштығыңа кенелте көр. Дәуіт сияқты бізге кішіпейіл жүрек бере көр. Дәуіт сияқты біз қандай жағдайда да сені паналауға, сенің алдыңда сенің бет жүзіңді іздеп мінәжат етуге, жамандамай, сөкпей, бәрін саған тапсырып, сен жақта тұруға, және сенің көзқарасыңмен қарауға бізді үйрете көр, жетелей көр. Саған тапсырамыз. Осы арқылы сен қауымыңды нығайтып, әртүрлі адамдарға өзіңнің кім екеніңді танытады, бізге үйретеді, жетілдіреді деп сенеміз. Солайша біз өмір сүрген қоғамда, ортада сенің жарылқауың жауа түседі. Сенің патшалығың кеңейе түседі. Сенің ізгі еркің орындалады деп сенеміз. Алғыс айтамыз, сенің ұлы атыңды дәріптейміз, Құдай. Ризашылықпен, иеміз Исаның атымен мінәжат етеміз. Аумин.